Құлақпен емес, жүрекпен тыңдауды үйреніңіз. Сөз алдамшы. Бір адамды екіншісіне жақындастыратын нәрсе сөз емес, ішкі жақындық. Кеше ақылды едім, сол үшін бүкіл әлемді өзгертуді қаладым. Ал бүгін данышпанмын, сол үшін өзімді өзгертуді жөн деп таптым. Өзін көпшіліктен аулақ ұстап, үнсіздік сақтайтын адамды көрсең, оған жақындауға тырыс. Өйткені оған даналық кірген. Жылағанға желкеңді тұт, еңірегенге шарапатың тисін. Қапа болма, саған нақақтық жасаған кісіге ашуланба. Керісінше, саған сабақ болуды үйреткен үшін өзіңе қиянат қылғандарға рахмет айт. Шындық пен жалғанды ажыратуыңа себеп болған адамдарға разы бол. Балаларды жақсылап тәрбиелеңіз. Сонда үлкендерді жазалаудың қажеті болмайды. Қазақта қас жақсының өкпесі торғын орамал кепкенше, қас жаманның өкпесі басы жерге жеткенше деген аталы сөз бар. Сондықтан мына өмірде кешірімді әрі мейірбан болайық. Қалғанын Алла өзі-ақ реттейді. Адам 50-ге келгенде 30 жасындағыдай өмір сүрсе, демек ол 20 жыл өмірін босқа өткізіпті. Жақсы тамақтан мөлшерімен іш, тыныш ұйықта. Сонда денсаулығыңды сақтауға әрекет етудің қажеті болмайды. Туудан оңай, адам болудан қиын нәрсе жоқ. Өгіздің үстіне қонған шыбын, өзін өгізден биікпін деп ойлайды екен. Темірді өзінің татынан басқа ештеңе шіріте алмайды. Өсек аяңға сенген адам өз-өзіне зиян келтіреді. Қай жерден шыққанын білмеген адам қай жерге барарын да білмейді. Қиындығы бар жердің рахаты да бар. Жақсыға құшағыңды аш, жамандардан әркез қаш. Өмір сайыстан басқа нәрсе емес. Бақытты сәттер тыныштықпен өлшенеді. Адам тыныштықта ғана бақытты бола алады. Ақымақ тойынса, туысқанын танымайды. Ақылды тойынса, тәубесінен жаңылмайды. Адамды танығың келсе, ашуландырып көр. Егер біреу сізді қатты ренжіткісі келсе, демек оның өмірі сіздікінен де қиын. Өмірдегі маңызды кеңес. Қандай жақының болса да, жан сырыңды ешкімге сеніп айтпа. Мөлшерінен асса, мына 4 нәрсе жүректі қарайтады. Бірінші – тамақ. Екінші – ұйқы. Үшінші – сөз. Төртінші – мағынасыз жиын. Көп күлгеннің көңілі жетім. Есіңізде болсын, біреудің сізге мұңын айтқаны арызданғанынан емес, сізге сенім артқанынан. Ақылды адамның басты белгісі адам тани білуінде. Мұра мен байлық бөліспей жатып, ағайыныңды жақсы танимын деме. Жұртқа жексұрын болғың келсе, шындықты айтсаң болғаны. Егер жақындарыңыз бен достарыңыз хабарсыз кетсе, демек оларда бәрі жақсы. Өмірде бәрі өтпелі. Жақындарың жатқа, ал бөтен адам ең жақын сырласыңа айналуы мүмкін. 100 рет көмек көрсетіп, 1 рет бас тартсаң болғаны. Бұл кемшілігіңді ешқашан ұмытпайды. Досың басыңа үс түскенде, батыр майданда, әділ адам қарыз бергенде, ал әйелің кедейлікте сыналады. Адамдар неден қажетінін білесің бе? Адамдар ұзақ уақыт бойы мықты болуға тырысқанынан қажиды. Мынадай 3 ережені ұстанған адам ешқашан қорлық көрмейді. Алдымен өзіңді сыйла, өзгенің бәрін сыйла. Өзің істеген ісіңе өзің жауапкершілік ал.
Жасырған құпияңды өзге түгілі өзіңе де айтпа. Ішкі сезімдеріңе құлақ асып үйрен, өйткені ол сені ешқашан адастырмайды. Дүниені өзіңе бағындырғың келсе, алдымен өзіңді өз ақылыңа бағындырып үйрен. Бақытты болғың келсе, өзіңді адамдарға емес, мақсаттарға байла. Өзіңді өзгемен салыстыратын жалғыз адам ол өзің. Осыны ешқашан ұмытпа. Қызың жаман болса, 7 атаңа жетеді. Әйелің жаман болса, досың жоламай кетеді. Келінің жаман болса, көңкілдеумен өтеді. Ұлың жаман болса, өмірің сүрген бекергі. Адамның ең үлкен қателігі алдағы өмірінің ұзақ болуына сенімді болуында. Ынтық болудан қорықпа, ынжық болудан қорық. Сен берілмегенге дейін жеңілмейсің. Кейін деген сөз ерте ме кеш пе, сенің армандарыңды өзіңмен бірге көметін қауіпті ауру. Ісің алға жүре бастағанда, айналаңдағы адамдар мысқылмен емес, қызығушылықпен қарай бастайды. Бұл өмірде барлық нәрсені білемдеу күпіршілік. Сенім жақсы, ал ешкімге сене алмау нағыз азап. Қателік жасаудан қорқудың өзі нағыз қателік. Өмірдегі ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіңе сену. Ақшаны жек көремдеушілер не өтірікші, не жынды. Еңбек етсең шығарсың, биікке өрлеп қыратқа. Ісің алға баспайды, жалқау болсаң бірақта. Әр адамның өмірде басты қарсыласы бар, ол өзі. Аяғыңнан сүрінсең, тұрып кетерсің. Тіліңнен сүрінсең, құрып кетерсің. Өз-өзіңді алдыға итермеле, өйткені оны сен үшін басқа ешкім істемейді. Егер әрдайым асығып жүретін болсаңыз, онда өмірдің кейбір кереметтерін өткізіп алуыңыз мүмкін. Ештеңені жүрекке жақын қабылдамаңыз, себебі ол өзіңізге зиян. Өмірдің әрбір күнін шаттық, ләззат, бақыт деп біл. Ең ұлы билік өз-өзіңді билеу. Ананың махаббаты бұл сатқындықты күтуге болмайтын жалғыз махаббат. Ашулы кезде шешім шығарма, қуанышты сәтте уәде берме. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.